Ал отбасымның жеке қауіпсіздігі үшін сол уайымдатады мен болғаны. Мені бір емес бірнеше рет қорқытулар болды, алып кетулер болды. Телефонмен де заңгерміз, телевидениядан келдік, адвокатпыз деп, бірге ұжымдас едік, бірге оқып едік. Ақтөбе қаласында Марат Оспанов академиясында оқып едік бірге деп келіп алдап үйдегілерді мені далаға шақырып алып осылай қорқытылып болғаны рас. Болашақта айтатыным, менің өтініп сұрайтыным халқымнан ешқандай қан төгілмесін. Ашық сот болуын талап етем. Ашық сот болса халық өз оң шешімін табады деп ойлаймын. Халқыма көп рахмет айтамын. Ешқандай арандатушылыққа түспеңіздерші, өтініш. Аналар жыламасын, балалардың қаны төгілмесін. Менің өтініп сұрайтыным. Бауырларым, жігіттер, араңдамайықшы, алданып қалмайық. Сол менің сұрайтыным, өтінішім. Жоғарыда ағаларда қазір заң аясында қолға алып қарап жатыр. Ертең Астанадан ішкі істер министрлігінен адам келет деген маған айтылды. Сол айтатын, өтініп сұрайтыным, ешқандай митингі болмасын.